Қуаныш мырза, ассалаумағалейкум. Тағы да қалдарыңыз қалай? Бала-шаға, жеңгей Шынар қалай? Міне кеше жол жүріп келдік. Кеше Павлодарға барғанбыз. Інім бір квартира сатып алып, соған міне трехэтажный кухонный гарнитур апарып, туған ағам екеуміз құрып мәз қылдырып інімізді. Сол кеше шығайын дегенбіз Екібас жаққа. Жол жабылып, бурандатып шыға алмадық. Сосын ауылға кіріп кеттік, Потанин ауылына. Сонда тағы анда нағашыларым бар, бір бауырларым бар. Осы Atomy компаниясына айтып бәрін. Оказалось, у моего там братишки геморрой у него. Сосын менде енді қалтамда бір жыл ғой уже. Постоянно жүреді бір тюбигім. Сол начатый тюбигімді қалтырып кеттім ініме. Айттым, міне, пользуйся, давай, лечись, вылечись, давай. Мәз болып, татешкам міне қосылам сендердің структурасына, давайте алам деп риза болып отыр. Рахмат Ғалымжан мырза, сізге де рахмат. Ақ жол семьяда бақыт. Енді денсаулық, братан, денсаулық болса бәрі алда. Амандық. Сол Потанин совхозына реклама істеп кеттім. Енді алла жазса қазір тағы бір 2-3 күн көрем, алла жазса документтерін береді ол кісілер. Ақырын, я говорю, пользуйтесь, все. Для блага здоровья вашего. Бізге больше ничего не надо. Бәрі риза болып қалды. Сіздің де фотоңызды көрсетіп, доходтарыңызды көрсетіп, мақтанып, осы Atomy компаниясы өлмейді, түспейді, басқа анау структурадағы сақылды деп бәрін объяснять етіп, молодцы, жақсы естіп, мені көңілді болып бүгін келдім міне. Және ана жол жүріп, міне ағам екеуміз үйге келіп, үйдің шайын ішіп, келінін отырғам. Давай, братан, амандық, ақ жол сіздерге. Уағалейкум ассалам, Қанат мырза. Жақсы болған екен. Осы жүрген жеріңізді айтып жүрсеңіздер, ертең күндердің бір күнінде атып шығасыздар ғой, империал болып. Ең басы ғой қазір компанияны бастап жатқан. Көрдің бе? Көп білмейді бұны. Соны осы уақытта жібермеу керек, айтып жүру керек. Сіздің коронныңыз ғой, жаңағы бір паста қалтаңызда всегда салып жүресіз. Сол бір пастамен талай кісі жаздыңыз ғой енді. Темірболат мырза келді, әне. Сол сияқты анау Пахангел айтады ғой. Адамдарға көмектесемін деп ұмтылсаң, яғни оларды жаңағы сіздің бір пайда көзін осыдан мен ақша табамын деп істеп емес, осыған мен көмектесейін, денсаулығына көмектесейін, ақша табуына көмектесейін деп сондай ниетің болса дейді, сол кезде адамдар қабылдайды дейді сені. Көрдіңіз бе? Сол сияқты сіз подходыңыз дұрыс, негізі керемет подход. Ол жақсы нәрсе. Соны ниетіміз солай болса, негізі ниетке байланысты ғой. Ниетіміз біздің жаңағы адамға айтқан кезде ішіңізден ниеттеніп, жаңағы осыған көмектесейінші. Жаңағы жұмыс таба алмайынша жұмыс көзі болсын осы кісіге Atomy, байысын, осы жерден көгерсін деп, шипа таба алмайынша осы шипа болсын деп айтсақ, соны адамдар сезеді. Айтады ғой пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям, жүректен шыққан сөз жүрекке жетеді деп. Сол сияқты жүректен айтып үйренуіміз керек та. Сіздің жаңағы істеп отқаныңыз, көрдіңіз бе? Ертең сол Құдай қаласа сол Потанин ауылындағы кісілер бір жаңағы ініңіз емделеді, одан кейін анасы, аға інілері, көршілері, туғандары, құдалары сөйтіп кете береді ол постепенно. Міне тамаша, құтты болсын сізге. Жұмысыңыз алға баса берсін, Қанат мырза. Екібастұз алға.